шақта шуақта өмірдің бастауы мәңгі. Hoş gelipsizler kızınız alalım. Alalımızın bölü demişler, sizlerde bugün bölüne bölüm gelipti. Kelip oğumuza kırıp, neredesiniz bölü aldık. Topa bölüm aldık. Қызыл түс алған оқушылар тобы, жүрек тобына розовый түс, қайрат тобына сары түс алған оқушылар. Қызылға жүрек. Осылай бұл түстермен топқа бөлім алдық. Ақыл жүрек, қайрат, иә, 3 топ. Алар енді 5-ті ережені еске түсіріп өтші. 5-ті ережесін. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Олар болса балалар 5-ті ережені еске түсіріп, тәртіп сақтай отырып, оқып білуге талаптана отырып, ішкі тыныштығын сақтап, сынып тазалығын сақтай отырып, татулықпен сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Келесі біздің айдарымыз жағымды күйлену. Көз алдыңызға осы бір жартастағы маяк болып сезінеміз. Оның толқынның күштілігі сонша, тіпті аралда жиі болатын күшті дауылда сізді қозғалта алмайды. Сіз жоғарғы қабаттағы терезеде күндіз-түні жарық жұлдыз болып, ауа райының қолына қарамастан кеуде үшін бағашы дүниеге қарасыз. Сіз өзіңізден мұхит бетінде қалықтап жүріп, сіздің жарық сәулеңіздің бір қалыптығын сақтап тұратын, теңіз жүзушілерін батып кетуден сақтайтын, жағадағы адамдар үшін қауіпсіздік символы болып табылатын энергетикалық қуатыңыз бар екенін өмір бойы есте сақтаңыз. Бұл жарық ешқашан да сөнбейді. Келесі біздің айдарымыз. Мен сіздерге өткен жол сабақта 11 сабақтағы жүрегін соғып-тұрғанда мәтін берген болатын. Үй тапсырмасын сұрап шығайын. Мәтіндегі сұрақтар бойынша пирамидасы бойынша әркімнің өз жолы бар, әркімнің өз шарттылығы бар деген ойды қалай түсіндіңіздер? Аружан. Әркімнің өз жолы бар, әркімнің өз шарттылығы бар. Яғни біз әркімнің өзінің өмірі бар және әркімнің өзінің болашағы бар. Әркім өз үшін өмір сүреді ең алдымен. Өзіміз үшін алдымызға мақсат қойып, сол мақсатқа жетуге жұмыс жасаймыз. Өзіміздің болашағымызды өзіміз дамытамыз. Жақсы, керемет, Зарина. Әркімнің өз жолы бар, әркімнің өз шарықтылығы бар. Әр адам өмірге келгеннен кейін басқа тұлғалардан ерекше болып туылады. Ол қанша дегенмен ұқсайды дегенмен оның өзіндік ерекшелігі болады. Сол ерекшелігімен әркімнің өз бағыты болады, өзінің жүретін жолы болады және өзінің мақсаттары болады. Әркімнің өмірі әрқалай. Сол бұл жерде, бұл мәтінде сол туралы айтылған. Жақсы, керемет. Жүрек тобынан Әсел. Екінші сұрақ, әр адамның өз ойы, өз қарасы, өз пікірі болмаса не болар еді деп ойлайсыздар. Әр адам бұл өмірге келген соң жеке тұлға болып қалыптасады. Оның өз ойы болады, өз көзқарасы және де өмірден таңдаған өз жолы болады.
әр адамды әр түрлі нәрсе қызықтырады. Егер адамдар бірдей болатын болса, олардың барлығын ештеңе қызықтырмайтын, мысалы, мүмкін бұл өмірдің ғажап сырлары ашылмай қалатын, жұмбақ күйінде қалатын еді. Осы адамдардың қызығушылығы және көзқарастары арқылы өмірде көптеген нәрселер танылып жатыр. Егер адамдар бір қалыпты өмір сүретін болса, бұл өмір дамымай қалуы да мүмкін еді. Жақсы, керемет. Келесі сұрақ. Абайдың керегіз бозбалаға талаптылық деген ойын қалай түсінесіздер? Жалпы қарға көтерілген көп қандай, қыран көтерілер көп қандай дейді ғой. Бұл шеттегі қарғаның аты қарға болады. Қыран көтерілген көкке көтерілер деп те ойламайды. Сол секілді біздің қазіргі деңгейіміз тек қана қарға секілді болса, онда біз қателесеміз. Бірақ қыран секілді көкке көтерілмейміз десек, ол біздің нағыз талапсыздық ісіміз болады. Сондықтан да абай керегіз бозбалаға талаптылық, жақсы өнер, әртүрлі өнер мінез жақсылық деп айтқан болады. Жақсы, өте керемет. Соңғы сұрақ. Талаптану өз ойы, сөзі, ісіне. Әсел, Талаптану өз ойы, сөзі, ісіне жауапкершілікпен, сын көзімен қарап адамды қандай игіліктерге жеткізеді. Жалпы Абай атамыз өздерінің 5 ғылым таппай мақтанба атты өлеңінде 5 асылысты талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой деп 5 асылысының ісін бірін талаптан бастайды. Талаптан бастай себебі бірінші таудай талап керек, таудай талапқа жету үшін еңбек керек, жай ғана еңбек емес, терең оймен ұштасқан еңбек керек. Осы үшеуі болған жерде нәтиже шығар сөзсіз. Нәтижеге жеткен жағдайда айналаңдағы нәтижеге қанағат етіп, айналаңдағы адамдарға рахым ойлап қою керек. Ол яғни жақсы игілікті іске жеткізеді. Жақсы, өте керемет. Енді осы мәтінді пирамида әдісімен, бір топтан бір оқушы бір сөз табамыз мәтіннен, екінші оқушы сөз тіркесін, үшінші оқушы сөйлем, төртінші оқушы бір абзацты оқып шығамыз. Söz tіркесі, сөйлем, Ұқсатпақ, болмасаң да ұқсатпақ, бір ғылымды көрсетпейді ұқсатпақ. Жарайды, жүрек тобы. Мұқан сөзіміз бізде нұр, және де нұр жауар сөз тіркесі, талапты ерген нұр жауар сөйлем. Абзац талапты ерген нұр жауар екінің бірі айтатын сөз. Талабы қайырлы болсын, талабына жет. Жақсы, өте керемет. Қайрат тобы. Қандай сөз алды? Қиындық, сөз тіркесі қиындыққа мойымау, тек қиындыққа мойымағандар ғана көк жасыл жазираға шыға алады. Жақсы, өте керемет. Олай болса, біз қазір білесіңдермен Нұрке бидің айтқан сөзі дәл келуде деген бейне баянды. Тамашалатсам ба деп тұрмын. Тамашалайық, бірге тамашалауға шақырамын. Кер заманның кезінде көлдің суы бітіп табаны қалар. Аттың жүйрігі бітіп шабаны қалар. Адамның жақсы кетіп жаманы қалар. Сөздің маңызы кетіп самалы қалар. Сөйтіп, ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Кер заманның кезінде құрамалы қорғанды үйің болады. Айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын ешірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бедірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кесте өтетін кекірей деген келінің болады. Табалдырықтан биік тау болмас, туысқаннан мықты жау болмас. Кер заманның кезінде су тартылар, тана менен торпаққа жүк артылар.
ар-ұяттың бәрінен жұрдай болып қарап тұрған жігітке қыз артылар. Ішкенің сарысы болады, берсең итің ішпей, бірақ адам болған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады, ит пен мысықтай ырылдасқан еркекпен қатының болады. Кер заманның кезінде ертегіне сенбейтін күнің болады, бетіңнен ала түсетін інің болады. Алашуар тілің болады, дүдам алдау дінің болады, еркегің қазаншы болады, әйелің базаршы болады. Жылқы жұлдыз болады, қой құндыз болады, кебір жерге теңеледі, әйел ерге теңеледі, көл теңізге теңеледі, сиыр өгізге теңеледі. Ақыр заман адамы сағынып тамақ ішпей, ашшыны ашшы демей, тапқанын олжа дейді, алхан білгенін молда дейді. Бір-біріне қарыз бермей, шақырмаса көрші-көршіге кірмей, сарылып келіп тосап құны жоқ қағазды судай шашады. Ақыр заман халқының шайдан басқа асы жоқ, жақыннан басқа қасы жоқ. Лағнет қамыты мойнында, жұмыстан қолының босы жоқ. Әрқашанда олардың көңілінде қошы жоқ. Бар шаруасы түп-түгел, енді мұның есі жоқ. Жарайсыңдар балалар. Ал енді осы бейне баян туралы қандай пікірлеріңді айтар едіңіздер? Осы Мөңке өз заманында ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен дана би болған. Жаңағы айтқан сөздердің көбісі дәл осы заманға дейін орындалды десек, бізде айтқан сөзімізде еш қателік болмайтын еді. Себебі қасқырдың шыққаны ұрлап жейтін заман, яғни зорлықшыл заман кеңес дәуіріне тең болатын болса, ал қазіргі кезде түлкінің шыққаны өтірікші мен өсекші көбейген заман, яғни тек қана өзінің қанын ойлайтын заман, осы түлкідей бұралған кезеңді біз нақ осы шақ деп айтсақ та еш қателік жоқ. Апаймен жақсы өте керемет Дарияға. Жалпы Мөңке би атамыз болашағымыз жайлы жаман болжам айтқан жоқ. Қорқынышты қауіп болжам айтқан жоқ. Негізінде ол ел келешегіне өзінің қорқынышын білдіреді. Осы болашақ жастарымыз осындай болады деген өзінің қорқынышын білдіреді. Бұның бәрі біздің қоғамда болып жатқан індет десек те болады. Бұл ащы болса да шындық. Мұхтар Әуезов атамыз айтпақшы, ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Біз бесікте жатқан сәбиімізден бастап ұлттық тәрбиемізді сіңіре білсек, еліміздің келешегі жарқын болып, Мөңке бидің болжамы орындалмас па еді. Өте жақсы керемет. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, бұл жерде Мөңке бидің айтқысы келгені, яғни жастардан ұят, ар, намыс деген нәрсе, имандылық деген нәрсе жойылып бара жатыр. Ол неден? Біз көбінесе батыр шаққа еліктейміз және де дұрыс нәрсені аламыз деп енді өмірге аяқ басқан бала өзінің жолын таба алмай қалады да, кейін дұрыс емес жолға түсіп кетеді. Бұл жерде айтқысы келетіні, жалпы осы болашақ жастардың қолында демекші, жастар бізге не үшін көрсетіп жатыр деймін. Жастар, болашақ жастардың қолында, жастар осы кейінгі күнімізді келешекті жарқын ететін бірден бір тұлғалар. Сол жолда біз өзіміздің болашағымызды жарқын етуіміз керек, дұрыс жолға түсуіміз керек. Және де келешек ұрпаққа да дұрыс тәрбие бере алатындай үлгі тұлға болуымыз керек. Бұл жерде Мөңке би айтып кетті ғой, мысалы, біз ең алдымен білім алу үшін бізге тәрбие қажет болады. Сол сияқты біз өзіміз осы бесікте жатқан баладан, яғни өсіп келе жатқан баладан, оны тәрбиелеп білуіміз керек. Мысалы, айтып жатады ғой, ата-ана дұрыс тәрбие бермейді деп, немесе мектептен алу керек деп тәрбиені. Негізі ол баланың өз үйінде болады да, ол ата-ана тәрбие береді, бірақ бала ол берген тәрбиені өзі дұрыс қабылдамаса, негізі ол адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Одан кейін сана сезіміне байланысты. Одан кейін тағы осы ата-бабаларымыз бізге енді көптеген жақсылықтар жасап кетті ғой. Сол сияқты енді оларға қиянат жасамай, осы тәуелсіздігімізді сақтап қалу, яғни болашақ біздің қолымызда болғаннан кейін, оны ары қарай дамыту біздің қолымызда деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Енді өздерің айтып отырғанда біздің бүгінгі тақырыбымыз тәрбиеден өзімізді тәрбиелеуге тақырыбымыз енді ашылды. Олай болатын болса, келесі дәйек сөзге кезек берейік. Дәйек сөзге мына жерде Абай атамыздың бірінші қыз балалары тормен айтайық, одан кейін өзіне сен өзіңді алып шығар,
еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Осы дәйек сөздің мағынасын қалай ашар едің? Асқар. Бұл абай айтамыз бекерден бекер айтпаған, әрқашан да өзіне сену керек. Егер өзіне сенбесең, бұл өмірде көптеген қателіктерге ұшырауы мүмкін. Егер мысалға мен басқа бір адамның айтуымен жүретін болсам, ол адам не айтатынын мен білмеймін. Және де бұл өмірде тек өзіне сену ғана қалды. Егер өзіне сенбесең, көптеген қателіктерге ұшырап, бұл өмірде қиыншылық көруі мүмкін. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген абай атамыз өлеңінде неге еңбек және де өзіңе сену ғана бар мәселенің жауабы дейді. Себебі біз тек өзімізге ғана сене аламыз. Өмірден өз еншімізді алып, ақыл жиямыз. Және де тек қана өзімізге сеніп, ақыл жиямыз. Бірақ бұған біреу себепкер және біреу кінәлі болмайды. Тек қана өзімізге сеніп алға қарай ұмтылуымыз керек. Болашақ өзіміздің қолымызда. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбек мен ақылың екі жақтап деген әрбір адамда менің ойымша өзіне деген сенімді болу керек. Егер де сенде өзіңе деген сенімділігің басым болса, онда сен көптеген жетістіктерге қол жеткізе аласың. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қолық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Абай бұл өлеңінде әр нәрсеге бір сене бермей, мақтанға ермей, жаман қасиеттерден бойыңды аулақ ұстап, өзіңе және ақылың мен еңбегіңе сенуді айтады. Соң әсел қорытындылай. Абай атамыздың сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап деген өлеңнен алынған бұл үзіндінің өзінде қаншама мағына жатыр. Адамға девиз бола алатындай сөз деп осыны айтуға болады. Себебі адамзат біреудің өз ісіне өзі қатты мақтанып, біреудің айтқанын еріп, және де соның сөз арқылы ой мен осындай жетістікке жеттім, мен бұдан да биігіне көтеріле аламын деген ойдың орнына маған осы да жетеді, мен онсыз да атым шықты ғой деген сияқты сөздермен жүре береді де ол өзінің қалай төмендеп кеткенін байқамай қалады. Уақыт өте келе адам өз өзін дамыту керек, және тек қана өзіне деген сенімділігі арқылы ғана ол өзінің мақсаттарына қол жеткізе алады. Ал оның мақсаттары тек қана өзіне аян болады. Адам мүмкіндігінің шексіз екендігін тағы немен де дәлелдер едіңіз. Жалпы бізде көптеген мүмкіндіктер бар. Өзіміздің мақсатымызды алға қойған кезде бізге көптеген жолдар ашық тұрады. Бірақ соның біз жақсы жаманын ажырата білу керекпіз. Және осы мүмкіндіктердің де жақсы жағы да жаман жағы да болады. Осы себепті жалпы бұл өмірде бізге көптеген мүмкіндіктер жасалған. Екінші сұрақ жауап берейін. Алынбайтын асу жоқ деген қанатсыз сөзге қосыласыз ба? Не үшін? Мен осы сөзге қосылар едім. Қазіргі кездегі өзіңнің болашағыңа талап етпесең, тәрбие жөнінде тәрбиең дұрыс болмаса, алынбайтын асу жоқ болар еді. Ал қазіргі кезде өзіңнің дамытып, талап етіп, өзіңе нақ сенім қойып, өз арманыңа, мақсатыңа жете білсең, алдындағы сенің болашағың жарқын болады деді. Алынбайтын асу жоқ деген менің түсінімше алынбайтын қамал жоқ деген мағына. Әрине бұл жерде әр нәрсенің жолы бар. Егер басын істетсең, бұл өмірде көп талай жетістіктерге жете білесің. Алынбайтын асу жоқ. Бұл жақта айтқысы келгені, сенің мақсаттарың айқын болса, армандарың орындалатынына сенсең, барлығына айналып келіп сенімділікке тоқталамыз. Сенімді болса, сенде алынбайтын асу жоқ. Яғни адам өзіне өзі сенімді. Әр адамның өз орны, өмірде өз ұстанымы, өз мақсаты болады. Сол мақсатты ары қарай біз қалай жүзеге асырып жүрміз. Соны біз өзімізге сыни көзқараспен қарай білуіміз керек. Өзімізді өзіміз тәрбиелей білуіміз керек. Ары қарай олай болса, келесі бесіндерге осы жерде Мұхтар Шахановтың жігерлендіру аудиосын тыңдатқым келіп тұрғаны. тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұрт күткен жақсылығын, сен жыладың
сезінің жасы бағып, кішкентай балаңды қасына алып, қырмызы гүлің өтті деп, сенгенін сатып кетті деп, сен жыладың, аңғармай қалдың орды деп, қадамым сәтсіз болды деп, бір қатты соқ қалдым деп, бақытсыз болып қалдым деп, сен жыладың. Мен бірақ селт етпедім. Білем сені тағдырдың ерік еткенін, білем сені өр көңіл жомарт едің. Енді бүгін қалай бұл керек еткенін. Жарар, өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға, басындағы өкпе орамал ма? Бір болса алыс тез басқа келге, көз жасыңды көрсетпе жас сәлеге, көз жасыңды көрсетпе сұраным. Әй жігіт, сен маған ұнамадың. Жас нәресте көруге тиісті емес, әкесінің еңкілдеп жылағанын, әкесінің тым күйреп құлағанын. Ерлікпенен ездіктің жолы қатар, екеуінің арасы бір-ақ адым. Көз жасыңды көрсетпе сұраным. Көтер кәне басында. Қалай бұның? Мұз бұл еріп кеткен бе бар айбының? Көтер кәне басында. Күніңді босқа өткізіп бен. Тағдырың неге сыр айтты сараң? Өмірдің барлық сәтсіздіктерін, бақытсыздықты кім айтты саған? Осы аудио бойынша біз не айта аламыз? Өз ойымызды қалдырсаңызшы. Бұрында Иса пайғамбардың қолында бір жүзік болған екен. Ол жүзікте бұл қиындықта өтіп кетеді деген жазу болады екен. Бір күні қатты қиындық келіп, ол жүзікті байқамай сындырып алған екен. Сөйтіп ол қолынан түсіп, бетіндегі жазу түсіп қалыпты. Сөйтіп қарап қалса, тағы да бір жазу пайда болыпты. Барып алып қараса, бұл қиындықта өтіп кетеді деген жазу пайда болыпты. Яғни осы әңгімеге түйінге келетін болсақ, бұл қиындықты шешілмеді деп ойласаң, ол қиындықта өтіп кетеді. Және ол қиындықтан артында жақсы болашақ күтіп тұр сені. Таң алдындағы сәт үнемі қараңғы дейді. Яғни сенің жарқын болашағының алдында үнемі жамандық, аяғыңнан шалушылар, көре алмаушылар болады. Бірақ саған оның бәріне тұза білу керек. Шыда, шыдай түс, шыдаты аға шыдамдыны бұл өмір ұнатады. Алдыңа қойған мақсатыңа анық қадамдар басып, болашағыңды өзің жарқын ете білуің керек деп ойлаймын. Қараңғылықтан кейін таң атады, ал қыстан кейін жаз келеді. Осы сөздерге қарап, адам баласы өзіне қанат бітіре алады. Және де көптеген үміттеріне, көптеген мақсаттарына одан да көп үміт арта алады. Яғни қарау керек бауырым саған алға деген сөздерде автордың айтқысы келгені. Өмір қанша қиындықтардан да, төзімсіз сәттерден де тұратын болса, бұл сенің бүкіл өміріңді құрайтын сәттер емес. Олар тек өткінші қиындықтар. Олардан сен басыңды көтеріп, мойымай, және де алға деген үмітпен жақсы өтіп кететін болсаң, онда сені үлкен жетістіктер күтіп тұр. Қарау керек бауырым саған алға деген автордың сөзінде, яғни сенің басына қандай жағдай өтсе де сен артқа қарап мойымай, тек қана алдыға арман мақсаттарыңа жете білу керексің. Яғни бұл өз өміріңнің мәнін таба білу керексің. Сонда ғана сен өмірде қандай мақсатқа жету керектігін, не үшін өмір сүріп жатқаныңды біле аласың. Абай атамыздың өмір жолы тар соқпақ, біреген жақ, екі жолын бірдей қылып ұстаған хақ деген өлең жолдарынан байқайтынымыз осы. Өмірде тегіс өмір жолы біресе тегіс, біресе кедір бұдырлы болып келеді. Сол қиындықтарға сондай мойымай, сол уақытта өзіңді дұрыс ұстай білсең, Аллаға және де өзіңе сенетін болсаң, сен бұл қиындықтардан тез және де сол сенімділігіңмен оңай өтіп кетесің. Және де Мұқағалидың Бектай айтты ғой, шыда деп. Сол өлеңінде осы мағынасы сәйкес келеді екеуіне. Яғни шыда, кез келген нәрсе болған кезде, басыңа қиын іс түскен кезде шыдамдылық, сабырлық керек адамға.
Жақсы, өте керемет. Ал олай болса, біздің келесі айдарымыз шығармашылық жұмыс, көппен жұмыс. Келіп, әр оқушы мына жерден топтарынан қандай десек аламыз. Бұл жерде мен сіздерге Абай атамыздың 175 жылдығына орай Абай атамыздың қара сөздері беріліп тұр. Ақыл тобы 17-ші қара сөзін талқылап, сахналық көрсетіп қойған. Қайрат тобы 44-ші қара Ал жүрек тобы сіздер 15-ші қара сөзін алдайсыздар, және кітапта 2-ші тапсырма. Кітапта екі міндет. Бірінші қара сөз оқып алып аламыз. Танысыздар, білесіздер. Жүрек тобы дәптерге орындаймыз тапсырманы. Екінші топ дайынбыз ба? 17-ші қара сөзі. Шарен. Қайрат ақыл жүрекші өнерлерін айтысып, таласып келіп қолынан сұрап. Қайрат айтты. Ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғының. Әуелі өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай орнына келтіре тұғын менің ісім. Дүниеде лайықты өнер, мал тауып, абырой мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза айтығын, күнәкәрлікпен көрсеғзар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқара тұғын, адасқан жолға бара жатқан бойда, алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады? Ақыл айтты. Не дүниеге, не ақыретке, не залалды болса, не пайдалы болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қашып құтыла алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды? Онан соң жүрек айтты. Мен адам денесінің патшасымын. Қан менен тарайды. Жан менде мен мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, қарны тоқ жатқан кісіге, үйсіз кедейдің, тонып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойладым. Жаның аштым, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекштетуін мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламайын. Жақсылыққа ержіріп, ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жүреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады? Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап, болып айтыпты. Ей Қайрат, сенің
айтқандарыңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары да рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты беріп ұстап кетесің, кейде жамандықты беріп ұстап кетесің. Соның жаман. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсы мен жаманның іздегені сүйгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім. Бірақ сонда әмірші, билеуші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп. Жүрек сенің сол көп қырыңа жүре бермейді. Жақсылық айтқаныңа жаныдікі құмар болады. Көнбектігін қуанады. Жамандыққа ермейді. Жиреніп тіпті үйден қуып шығады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіне жібермейді. Осы үшеуің басыңды қос. Бәрін жүрекке билер. Осы үшеуің бір кісідей менің айтқанымдай, бір кісінің бойынан табылар болсаңда, топырағы көзге сүртетін қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі таңдадым. Құдайшылық сонда. Жақсы, өте керемет бала. Мен жалпы сөз айтып Әл-Фараби атамыз жүрек басты мүше. Оның үстемдігі адам денесіндегі басты. Одан кейін не келеді? Бірақ оның үстемдігі бірінші емес дейді. Жалпы Абай имандылық толықты адамның бейнесін дінмен бағалаған. Яғни жаңағы мен ғылым таппай мақтанбады өлеңде айтылған 5 қасиет толықты танытатын 3 қасиеттен тұрады. Оның бәрі жүректен шығады. Талап пен еңбек ыстық қайратты танытса, терең ойыңыз нұрлы ақылды, қанағат пен рахым жылы жүректі танытады. Ыстық қайрат жасампаз болу, әрдайым ізденісте болу, ал нұрлы ақыл Алла берген ақылды жақсылықта пайдалану, айналаңа жылы лебізіңді төгу, ал жыр жүрек иманды иман жүзі болу. Яғни ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боларсың елден бөлек келгенде. Жақсы, өте керемет. Екінші топ дайынбыз ба? Жүрек тобы, сіздерге қандай тапсырма берді? Абай атамыздың 45 қара сөзі бар. Және де сол 45 қара сөздің ішіне 15 қара сөзі түсті. 15 қара сөзін біз дәптердегі тапсырма бойынша айтамыз. Және де 15 қара сөзге келетін болсақ, осы 15 қара сөзде осы ақылды кісі мен ақсыз кісінің бір менің білуімше бір белгілі фактын көрдім. Менде пенде адам болып жаратылған соң дүниеде ешбір нәрсе қызық болмайды. Және де сол қызықты нәрсесін іздеген кезде өмірдің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сондай есті адам орын іске қызығып, тұмарланып іздейді екен де бұл өмірде бұл өткен өмірдің екінші жоқты біледі екен. Жақсы, енді дәптердегі тапсырманы Мен кіммін? Менің іс-әрекетімдегі немесе мінез құлқымдағы жетілдіруді қажет ететіндей тақырыбына төмендегі қадамдарды басшылыққа алып өзіңізді зерттеңіз. Бірінші, не істеу керек? Бірінші, өзіңізді әртүрлі істермен сынап көріңіз керек. Мүмкін сенде өзгеде жоқ бір қабілет бар шығар. Өзіңізді өзгеге емес, өзіңізге сынатар беріңіз. Және өз сыналса өзіңіз шыдай беріңіз. Келесі сұрақтар. Және оған қалайша жетуге болады? Адамның ең үлкен жауы ол өзі. Өзінің қорқынышы мен сенімсіздігі. Осы қасиеттерді жою арқылы біз көптеген мәселелерді шеше аламыз. Және үшінші, іске асырудың жолдары мен құралдарын анықтаймыз. Өзіміз дамытуға күннің белгілі бір уақытын бөліп қойып, оны күнде ұмытпай орындасаңыз, бізден бір жемісті нәтиже шығары сөзсіз. Ең бастысы құлшыныс керек. Болды, иә? Яғни бұл жерде мен кіммін, яғни бұл жерде түйінге келетін болсақ, барлығы дұрыс орындала ма, және келесі жолы нені дәлелдеп істеген жөн деп. Мысалы, бұл жерде Әсел айтып жатқандай, адамға ең басты сенімділік керек. Бұл жерде өзіне сенімсіз болсаң, яғни өзге ешқандай сенбесең, мен бұндай істей алмаймын немесе олай жасай алмаймын десең, ол сен істемейсің. Ең бастысы өзіне сенімділік. Жақсы, өте керемет. Бір ауыз сөзбен қорытындылайық, сосын келесі топ тыңдайық. Келесі жолы нені дәлірек істеген жөн? Өзімізге өзіміз сеніп кетеміз. Келесі топ қайрат тобы сіздерге 44-ші қара сөзді 5-5-1. 44-ші қара сөзді білесіздер. Әдіспен қорғай салайықшы. Уақыт келіңіздерші ортаға. 5-5-1 әдісімен білесіздер. Біз сөйлеп
жерде біз 5% қолданамыз. Бесіншісі, бес сөйлем. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп, сол талапта болады. Һәм талаптың өзі де түрлі-түрлі. Бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда қазақ түгіл көңіл жиекене тығымыз. Біреулер білгіш, қу, сұматанамын деп сол қарекетте жүр. Сарымдықпен, арамдықпен әйтеуір мал тапсам деп жүр. Бес сөз. Талап, арамдық, сараңдық, ақыл, сұм. Бір сөз, талап. Талап, иә? Қорытындылап айтып қорытындылай салыңыз. Талап деген бұл Абай атамыздың қара сөзінде талап әкин адам баласы я талапты болсын, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелді деушіні көңіл іздеп тұрады дейді. Яғни бұл жерде айтқысы келгені талап ол адам үшін ең маңыздысы болып келеді. Өмірге талап қоя білмесең, сен ешқашан жетістікке жете алмайсың. Жақсы, өте керемет. Келесі біздің айдарымыз көппендан айту, иә балалар, барлығыңыз орныңыздан тұрып, сабағыңызға байланысты әнімізді орындайық. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Ал енді біздің қорытынды сағатымыз 5 саусағанызға үйге тапсырма аламыз. Кітаптағы бірінші тапсырма болуында келеміз және 12-ші сабақтағы толық тағылым мәтін оқып беріңіз. Үйге тапсырма жазып алыңыздар. 5 саусағаныз бойынша бүгінгі сабақтан алған әсерлерімізді қолданып шығайық. Sizlere bugün sağlık manayasıyla aldım. Bir top qana o'qinglar, qolganini taqalaymiz. Sayra bo'lib ayni
Бүгінгі талап ұнады ма сізге? Әрине бүгінгі талап барлығымызға ұнады деген ойдамын. Екінші, өзіңе бүгін қандай баға қойдың? Өзіме бүгін жақсы деген баға қояр едім. Және де үшіншісі, осындай сабақтардың жиі болғанын қалайсың ба? Әрине, біздің мектепте бұндай сабақ жиі өтуін қалаймын. Және төртіншісі, бүгінгі күнің басқа өтпеді деп ойлайсың ба? Бүгінгі күнім керісінше қызық күн болды. Ұстазға тілек. Келген қонақтарымызға. Ұстаздарға тілегім сіздер әрқашан бақытты болыңыздар. Жақсы керемет. Назарларыңызға үлкен рахмет. Тақтаға сөз